Әр әулеттің тарихында есімі алтын әріппен жазылатын асыл жандар болады. Олар өз өмірімен, өнегесімен, адамгершілік қасиетімен кейінгіге үлгі болып қалады. Біздің жүрегімізде мәңгілік жарық нұрын қалдырған сондай жандардың бірі Сапура анамыз еді. 1934 жылдың 10 тамызында Балықшы кентінде Гурьев қаласы оң жақ Перетаска мекенінде дүниеге келген анамыз тек дәулеттің асыл шаңырақтың қызы еді. Руы шеркеш, қойыс, ел аман. Әкесі Қабдыр балық сатумен айналысқан еңбекқор жан болатын. Сапура анамыз кішкентайынан әкесін көке деп атап, оған деген шексіз сүйіспеншілігін білдіріп өтті. Әкеміздің бауыры Сесен отбасының көмекшісі еді. Одан Патима мен Табылды тарады. Қазіргі уақытта Елемес, Ахметжан, Қанат есімді бауырлар бар. Әжеміз Жәніш шаңырақтың ұйытқысы, мейірімнің қайнар көзі еді. Отбасыда анамыз Сапура, апасы Тұрсын, ағасы Сабыржан мен інісі Хусейннің ортасында өсті. Ал нағашысы Ахмет ата діндар, тақуа жан. Немерелеріне жусаннан аласа, бетегеден биік бол деп, үнемі кішіпейілділікке шақырып отыратын. Атамыздың 4 баласы және 5 қызы болды. Атап өтсек, Есқайыр, Әбілхайыр, Пангери, Бақтыгери, Жәніш, Қаншайым, Қанзиба, Хамида, Күнзира. Осындай өнегелі ортада өскен асыл анамыз бойына қарапайымдылықты, адалдықты, имандылықты сіңіріп өсті. Анасының ыстық құшағы, нағашы атасының адамгершілік пен ізгілікке баулайтын өсиеті оның болашақ болмысын айқындап берді десек, артық айтқанымыз болмас. Балғын шағынан зерек, алғыр жас білімге құштар еді. Мектеп қабырғасынан кейін педагогикалық жолға қадам басты. Алдымен дене тәрбиесі мамандығын тәмамдап, кейіннен филология факультетінде білімін шыңдады. Қазақ пен орыс тілін терең меңгерген, шәкірт жүрегіне білім нәрін сепкен ұстаз болды. Нақтырақ айтсақ, оның ұстаздық жолы номер 1 Чехов атындағы мектептен басталып, кейін номер 1 Юрий Гагарин атындағы мектепте жалғасады. 1966-1970 жылдары химия бағытында ГПТУ 13 оқу орнында тәрбиешілік етті. Алайда оның тағдыры тек мектеппен шектелмеді. Заманның жауапты міндеті Сапура анамызды баспасөз саласына алып келді. Ол облыстық Атырау, Прикаспийская коммуна газеттерінде редактор болып, 20 жылдан астам уақыт бойы тапжылмастан қызмет етті. Газеттің әр әрпіне дейін жауапты болған жылдары Сапура анамыздың қажыр қайратын айқындаған кезең еді. Мемлекеттік құпияны қорғап, мақалалардың әр жолын жіті қарап, басылымның оқырманға уақытылы жету үшін аянбады. Бұл жылдарда оның мұқияттығы, шыншылдығы, адалдығы ерекше танылды. Әріптестер арасында беделді, сыйлы болды. Күндіз-түні тыным таппай, қағаз бен сияға араласқан бейнетті еңбек үшін талай мәрте құрмет грамоталармен марапатталды. 1991 жылы мемлекеттік баспасөз комитеті таратылған шақта, дәл сол кезең анамыздың да зейнет демалысына шығумен қабат келді. Алайда бойындағы сергектігі, еңбекке деген адалдығы оның жай ғана қол қусырып отыруына жол бермеді. Зейнеткерлікке шықса да, халыққа қажет қызметтен қашпай, элеватор мекемесінде қазақ тілінен аудармашы болып еңбек етті. Сапура Қабдырқызы еңбекпен шыңдалған жанған емес, жүрегі әнге толы, көңілі дархан жан еді. Қазақтың халық әндерін шырқап, отырыстың ажарын кіргізетін, әр ортада көңіл шуағын себетін. Жаны жомарт, ақ көңіл, қонақ жай болғандықтан әр қашан ағайын туыстың басын қосып, дастарханын жаюға асығатын. Өмірге келген соң ана болу парыз ғана емес, тағдырдың ең үлкен сыйы.
1967 жылы әкеміз Алпысбай Беркәліұлымен шаңырақ көтеріп, ғұмырын бақытпен, ынтымақпен жалғады. Ақсары ысық кедейбай руынан шыққан әкеміз Орал қаласында дүниеге келген. Ол темір жол саласының майталманы, еңбек ардагер атанған. H4 мекемесінде энергетик болып, 30 жылдан астам қызмет атқарып, абыроймен зейнетке шыққан. 3 қызын Раушан, Гүлмира, Эльвираны аялап өсірген ата-анамыз үшін отбасы ең үлкен байлық. Олар қыздарының жоғары білім алуына, өмірлік дұрыс жолды таңдауына әрдайым бағыт-бағдар беріп, қолдау көрсетіп отырды. Бірінші жаңа жыл 24-ші жыл. Біз өзіміздің жанұямызбенен Алла тағалаға сыйынып, денсаулық тілейміз. Алланың берген денсаулығына шүкір етеміз. Қызағынан болсын, қыздарым бағып атыр, қарап атыр. Мен соған өте ризашылық білдіремін айналайында. Біз үлкен кісіміз. Сондықтан барлық жағдайлар бар. Нан пісірілді, шай қайналды дегенде, сондай бірін-бірін тату болымда, өмірді іштеңе жетпейді. Көзіңде уәделі кезіңде, кешікпей келем деп мен тұрмын елімде. Ата-анамыз өмір атты ұзақ жолдың биік белесіне парасаттылық, әділдік, еңбек сүйгіштік қасиеттерімен жетті. Кемел тұғырындағы олардың ақылы, арманымызға қанат бітіретін, бойымызға қуат беретін, жүрегімізге батылдық ұялататын, көкірегімізге болашақтың жұлдызын жағатын құдіретті күш еді. Тұңғышы Раушаннан өрбіген жиені Сабина ата-анамыздың жүрегіне шаттық сыйлап, әулеттің үмітін жалғады. Олар бала-шағасының ғана емес, бүкіл әулеттің тірегі, қолдақшысы болды. Қос жақсының өсиеті, ұлағат сөздері біз үшін әрдайым өмірлік бағдар болып қала бермек. Осындай үлгілі отбасының негізін қалап, ұйытқысы болған Сапура анамыз бүгінде ортамызда жоқ. Бірақ жүрегімізде қалған ыстық мейірім мен асыл бейнесі ешқашан өшпейді. Әр күн сайын берілсек ойға ерік. Сізбен ана болыпты дүние көрік. Қамсыз едік, арқаны кеңге салған, жүрдік мынау жалғанды мәңгі көріп. Қай кезде 4 құбыла сай болғандай, өмір сынақ кезігер ну ормандай, сонда да үгілмедің асылана, қайратың қара тасқа қайрылғандай. Тербеткен әлдейіңмен үш гүліңді, кешегідей еске аламыз ерке күнді. Жолыңды ұстап ұрпағың қадам басар, ақтау парыз анажан сеніміңді. Орындаймыз арманы мен мұратын, қалар мәңгі жүректерде ұлаты. Соңғы тілек анамызға арналар, төрінісін жаратқаным жанаттың. Бар ғұмырын еңбекке арнап, айналасына қуаныш сыйлап, адалдықтың, қарапайымдылықтың, мейірімнің символындай болған аяулы жанның жарқын бейнесі туыстары мен ұрпағының жүрегінде мәңгі сақталмақ. Өшірместен өнегеңді, асылана шуағым, жаққан өмір шырағым, қуанамын. Жүрекке жақын әуен секілді оның күлкісі мен жылылығы әрдайым еске түсіп, сағыныш қайналады. Аяулана, біз сені әр кез еске алып, әр күнді сенің жақсылығымен жарық етеміз. Топырағыңыз торқа, жаныңыз пейіште шалқысын. Асыл ана. Асыл ана шуағым, жаққан өмір шырағым, қуанамын, өзің барда жұбанамын.